Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін сіздерге қызықты әңгімені баяндап беретін боламын. Бұл әңгімені Жеңіскүл Тұрсынбаева деген әпкеміз жазған. Тағылық тағдыр жұты. Мектеп бітіргеннен кейін әпкем тұрмысқа шыққан ауылға келген едім. Жездем үй салып жатыр екен. Әскерге кеткенше көмектесейін деп шештім. Ауыл кең 4 көшеден тұратын үлкен екен. Таудың етегінде орналасқан, маңынан сарқырап өзен ағып жатыр. Өзеннің екі жағасы тоғай, ағаштары көп, көшеден гүлдің иісі аңқиды. Орталықта үлкен мәдениет үйі салынған. Қасында үлкен екіге бөлінген дүкен, бір жағы азық-түлік, екінші жағында киім-кешек, тұрмысқа керек заттар. Біраз жерге ағаш отырғызып қоршап қойған екен. Демалыс орын көрінеді. Орындықтар қойылған, бір кісілік жол салынған. Ауыл тап-таза, әр көше қиылысында су ішетін колонка орналасқан. Түп-түзу көшелер, қас-қатар салынған үйлер, шарбақпен қоршалып, жасыл түске сырланған. 3 қабатты мектеп алыстан көрінеді. Мектеп те әдемілеп, оюлы темір шарбақпен қоршалған, жасыл түске боялған. Мектеп маңында бақ егіліпті, гүлдер де көп. Әкімшілік пошта қатар-қатар тұр. Ауылда әр түрлі ұлт өкілдері тұрады екен. Дамыған мықты совхоз. Ауыл сыртына қарай орналасқан. Парник, құс фермасы, сиыр базасы, ат қоралар бар екен. Таудың етегінде алыстан шопандардың үйлері, қашарлар көрінеді. Ұшы-қиыры жоқ бір талай жерді алып тұрған алма бақ бөлек орналасқан. Егістіктеріне жүгері және көк сақ егеді екен. Бидай таудың етегінде сары алтындай болып жайқалып тұр. Тек күздік егетін көрінеді. Жездемнің қасында болысып жүргеніме 1 аптадан асты. Бүгін шатыр жөндеп жүрміз. Жан-жағыма қарап таң тамаша болам. Өзім тұратын жер құмды аймақ, ағашы аз, көшелері қисық-қисық, көбінше сексеуіл өсетін. Жезде жерлеріңіз тамаша екен деймін, қызыққанымды жасыра алмай. Жеріміз қасиетті ғой, баптап қарасаң болғаны, бізде бәрі өседі деп мақтанып, басын көтеріп жан-жағына қарады. Мына өзен жаққа тоғайға кірсең түрлі-түрлі тәтті жемістер бар, таң қурай деген. Ой деп тамағын қолымен қиғандай көрсетті. Суға түссе бола ма? Өзеннің суы суық. Сәл жоғарда бөгет жасап су жинайды. Сол жерге түсуге болады. Ол су жылы деп саусағымен жоғарғы жақты көрсетті. Кешке апарасыз ба? Сен малтып жүзе аласың ба? Жоқ, менде сол суға жақындығым жоқ, шомыла алмаймын деп күліп. Мен көрсем болды, түспеймін, батып кетермін дедім мен де күліп. Көрші інішектерге айтам, апарады деп шаруасына кірісіп кетті. Жездем 40 жаста, сұңғақ бойлы, ат жақты, ажарлы кісі. Осы совхозда механик болып жұмыс жасайды. Әке-шешесі де осы ауылдың адамдары. Өздері 4 ағайынды. Бір әпке, бір қарындасы, бір інісі бар. Інісі үйленген соң бөлек отау құрып, осы үйді салып жатыр. Әпкеммен 8 жыл бас қосса да балалары жоқ. Әпкем талай жерге барып емделіп те көрді. Менің әке-шешем сол жағын қатты уайымдайды. Кінәрат әпкемнен екен деген сөзді жиі айтып жүр. Әпкем бухгалтер, оқуын бітіре сала тұрмысқа шығып, осы ауылда қалған. Баланың жоқтығы болмаса, бұлай жағдайлары жақсы, ауқатты тұратын. Кеш бата жездем көрші жігіттермен мені таныстырды. Өзімен қатар биыл мектеп бітірген боз балалар екен. Жасанды көңілдің жағасына келдік. Ескертіп қояйын, мен суға түскенде шомылуды білмеймін дедім. Қорықпа, үйретеміз деді. Өзін Арай деп таныстырған жігіт. Су тілсіз жау, үйретем деп батырып жіберме деді Талғат. Жоғай, не болыпты? Мәрия әпкейдің бауырын батырып деп Арай шешініп суға қойып кетті. Мен шешініп алып жағалауында жүрмін. Сықылықтап күлген дауысқа қарасам, 4 қыз ағаштардың арасында отыр екен. Ыңғайсызданып қалдым. Қыздар қалайсыңдар? Суға түсуге келдіңдер ме деді. Бізбен бірге келген 2 жас кішілігі бар Ғалым деген бала. Иә, суға шомылуға келдік деп бір қыз малтай жөнелді. Тағы бір қыз да сүңгіп кетті. Мә, бетім ду ете қалды.
Мына қыздар шетінен шебер, масқара. Мен судан қорқып тұрмын. Ішім алай-дүлей, жағаға отыра қалдым. Тағы екі қыз суға балықша жүзіп жүр. Талғат пен Арай қастарына жақындап әңгімелесіп, су шашып ойнап жүр. Арай қасыма келіп, жүр саған көрсетейін, деді қолын созып. Мен орнымнан тұрып құлағына, Арай қыздар жоқ кезде көрсетші дедім. Сөз жоқ, түсіндім деп суға сүңгіп кетті. Қыздардан қысылсам да суға түспей жағада жүрдім. Кеште батты. Жарас, бері кел, қыздармен таныстырам, деді Талғат. Жандарына жақындадым. Купальниктің сыртынан қалаттарын жамылып алып, 4 қыз тұр екен. Екеуінің шаштары келте кесілген. Бір қыз шашын төбесіне түйген. 4-ші қыз да ұзын бұрымды, бірінен бірі өткен, ажарлы көрінді. Қыздар, танысып қойыңдар, Мәри апайдың інісі, есімі Жарас, деді Талғат. Зор дауыспен басын жоғары көтеріп, мені алақанымен көрсетіп. Қысқа шашты қыз жалт қарап, Мәншүк, деді басын изеп. Төбесіне шашын түйген қыз қолын созып, Шұғыла, деді. Зина, деді шашы келте сары қыз. Қолын алдым. Ұзын бұрымды қыз бетіме ойлы көзбен тіке қарап, Райхан деп қолының ұшын тегізер-тегізбестен тартып алды. Жарас деп айтып, әрқайсысына мен де қарап тұрмын. Мәншүк пен Шұғыла бізбен оқыған кластастарымыз, ал Зина мен Райхан қарындастарымыз, Ғалыммен оқиды, деді Талғат. Қасымызға Арай мен Ғалым келіп, ауылға қарай жылжыдық. Кеш қарайып ауылдан әр үйден жарық көріне бастады. Талдырмаш бойы ұзын бұрымы қызықтырды ма, мен Райханға қарай берем. Өзім түсінбеймін. Жарас, оқуға барасың ба? Қайда тапсырдың оқуға, деді Шұғыла төбесіндегі шашын жайып жіберіп. Су болып қапты, ауылға жеткенше кепсін, деді басын ары-бері бұлқақтатып. Шашы төгіліп беліне бір-ақ түсті. Мен қызығып қарап қалыппын. Жауап бермедің, деп қолымен шашын қағып-қағып бетіме қарады. Жоқ, ешқайда тапсырмадым. Алдымен әскерге барып келейін деп, сөзімнің аяқ жағынан не қосарымды білмедім. Мен ертең кетемін, Алматыға Казгу болмаса Женпейге тапсырам, деді. Шұғыланың арт жағынан келіп белінен құшақтаған Талғат. Шұғыла мектепті 6 медалмен бітірді, деді шашынан иіскеп. Екеу қыз жігіт екені байқалды. Шұғыла еш қарсылық көрсетпеді. Сіңілісі Райхан да озат оқушы, деп Талғат Райханды иегімен көрсетті. Райхан көз қырымен оларға ақырын қарап, жылдамдатып алға қарай жүріп кетті. Ғалым артынан ілесті. Ішім бүлк ете қалды. Жігіті бар екен деген күдік түсті. Арай Мәншүктің жанында жүр. Соған қарағанда қыз-ау деймін. Зина майысып, басын салбыратып, шетте келе жатыр. Қарап келемін, жоламадым. Ауылға кіре бергенде, Жарас, ертең қыздарды шығарып салу кешін ұйымдастырамыз. Бізбен бол, деді Талғат қолын созып. Жақсы болам, дедім қолын алып. Арай да қолын созып. Ертеңге дейін сау бол, деді арт жағына Мәншүк жіңішке дауыспен. Сау бол, деді. Сау болыңдар, деді мойнымды созып Мәншүкке. Арай мен Мәншүк қол ұстасып кетті. Талғат пен Шұғыла да ұзап барады. Зина сәл кідіріп маған қарады. Зина, сен қайда тұрасың, жеткізіп салайын, дедім амалдың жоғынан. Зина алдыма түсіп үнсіз келе жатыр. Бірінші көшенің қиылысына жеткеніміз сол еді, алдымызда Райхан тұр. Ғалым қайда, деді Зина. Осы маңда жүрген болар, деп салқын жауап беріп, Зинамен қатарласа бізге ілесті. Шұғыланы сәл күтейін, онсыз үйге кірсем анам ренжиді, деді басы салбырап. Оларға арғы көшемен кетті. Ендігі жетіп қалған болар, деді Зина. Солай ма, деп Райхан тоқтап бұрылысқа қарады. Жарас, жүр, Райханды жеткізіп салайық. Қараңғы жерден қорқып тұрған тәрізді, деді Зина батыл дауыспен. Жоқ, керек емес, қорықпаймын, деді де Райхан жүгіріп кетті. Мен артынан жүгіргім келсе де Зинаға қарайлай тоқтап қалдым. Ғалым өмірі осындай адам. Үйіне жеткізіп салса не болар еді, деп Зина ашуланып алға жылжыды. Қараңғы бұрылысқа біраз қарап тұрмын. Райхан көрінбей кетті. Бірдеңеден қорқып қалмаса болды деген ой келді. Солай тұра бересің бе, деген Зинаның дауысы ойымды бөлді. Үндемей ілестім. Үйі алыста емес екен. Осы менің үйім, деді Зина бетіме қарап бөгіліп. Қараңғы түсіп кеткен, түрі анық көрінбейді. Олай болса үйіңе кір, дедім де
Айналмаға қарай жүгірдім. Неге солай жасағанымды өзім ұқпаймын. Тез-тез Райханды іздеп келем. Шеткі көшеге шықтым. Ешкім жоқ. Қалай қарай бұрыларымды білмей әрі-бері қарап, сәл жоғары жүрдім. Ешкім көрінбейді. Шет көше сарылдаған өзеннің дауысы естілді. Кері қайтып, бір-екі үй төмен түстім. Қатар-қатар үйлердің жарығы жанып тұр. Тірліктерін жасап бір-екі адам жүр. Енді кері қайтайын деп едім. Кімді іздедің деген қыз баланың даусына селк ете қалдым. Райхан екен, талға сүйеніп тұр. Сені дедім. Мені? Деп таң қалған дауыспен айтты. Я, тез кетіп қалдың ғой, таппай қалдым дедім. Шұғыла әлі келмеді, деп жоғар жаққа қарап қояды. Қазір келер дедім. Не қасына барарымды білмей, не кетерімді білмей. Ақырын сөйлеші, үйдегілер естіп қоймасын, деді сыбырлап. Мен жақынырақ келіп, мақұл дедім. Райхан көзін төмен салып жымиды. Қарама-қарсы үйдің сыртта жанып тұрған жарығы бетіне түсіп тұр. Жарғы жерге тұрып алыпсың, сені үйдегілер көріп қоймай ма дедім. Райхан күліп жіберіп, орнынан қозғалды. Сәл жоғары төмен жылжыдық. Көшенің екінші бетінде үй жоқ, бірақ қалың ағаш өсіп тұр. Солардың арасымен аяңдап келеміз. Біздің ауылда қанша уақыт боласың, деді Райхан. Білмеймін, біраз болам, жездем үй салып жатыр дедім. Мен де оқуға тапсырамын деді. Сен неше класс бітірдің деппін. 8 деді нақты дауыспен. Иә, 8-ден кейін мектепте оқығың келмей қалды ма дедім күліп. Жоқ, әпкемді жалғыз жібере алмадық. Мен училищеге, ол институтқа тапсырды. Бірге болсақ деп шештік. Үйдегілер де солай ойлайды, деді көңілсіз. Ол да дұрыс шығар, дедім сөз таппай. Білмеймін, анам жалғыз қалса қинала ма деп көңілсіз айтты да үнсіз тұрып қалды. Сен кеткің келмесе неге айтпайсың, дедім. Райхан бетіме жалт қарап, өткір көзімен тесілді. Үн жоқ, тек қарап, тым жақын тұр. Ракоз, ай Ракоз деген дауысқа екеуміз де жалт қарадық. Сен шықпа деп білегімен ұстап тоқтатты. Бетіне қарап едім. Тығылып қалшы, деді сыбырлап. Мен осындамын, деп ақырын айтты да жолға шықты. Шұғыла жалғыз келіпті. Екеуі үйлеріне кіріп кетті. Сосын байқадым. Бұрылыста темекісін сорып Талғат қарап тұрды да ары қарай кетті. Үйге келіп Райханды ойлап жатып, таңды көзбен атырдым. Менің өмірімде болмаған жайт көз алдымда тұрды да қойды. Кеш батқанда бір талай жұмыс жасап, жуынып, киініп Талғатты күтіп жүрмін. Жәке, біздің ауылдың қыздары шетінен сұлу, біреуін ұстасаңшы, мен өзім құда түсіп барам, деп күліп қояды жездем. Әлі ешкімді танымайтын болар, деп әпкем де өз қызығушылығын білдірді. Кездессе сұлу қыздарын қалт жібермеспін, дедім әпкеме қарап көзімді қысып. Ысқырық естілді, сыртқа шықтым. Талғат пен Ғалым екен. Ғалымды көріп бір жағынан қуансам, екінші жағынан Райханды қызғандым. Орталыққа бардық. Клубта би кеші өтіп жатыр екен. Сыртта тосып тұрдық. Талғат кіріп кетті. Қастарында Арай бар. Іштен кешегі Мәншүк пен Шұғыланы ертіп шықты. Мен Райханды іздеп тұрмын. Бәріміз төмен жаққа түстік. Орталық көшенің аяққы үйінде кеш ұйымдастырыпты. 2 бөлмелі шағын үй екен. Ауласында биік үстелде дастархан жайылыпты. Зина сол жерде жүр. Райхан да бар шығар деп жан-жағыма қараймын, көрінбейді. Тағы бір топ қыз жігіттер келді. Музыка қойылды, танысып, билеп жүр. Менің салым суға кетіп, көңіл күйім түсіп кетті. Зина біресе биге шақырады, біресе дастарханға шақырады. Зина түк ұнамайды. Дастархан басына отырдық. Ащы суда құйылып, жігіттер сылқиып жатыр. Талғат тіпті қызып алған, Шұғыланы құшақтап жібермей жүр. Арай қасыма келіп, бауырым, не ішімдік ішпейсің, не билемейсің, не болды? Айтшы маған, қырам бәрін, деді. Аузынан арақтың иісі мүңк шығып тұр. Иығыма басын қойды. Бәрі дұрыс, бәрі керемет, сен уайымдама, дедім. Жоқ, сен айт, деп құшақтап алып тұр еді. Мәншүк келді. Мүсік жаным, деп Мәншүкке айналғанда сол үйден ақырын шығып кеттім. Кетіп бара жатып, Талғаттың Шұғыламен бірге үйге кіріп бара жатқанын байқап қалдым. Шет көшемен көтеріліп, Райханның үйінің тұсына келгенде,
Мойнымды созып қарап әрі-бері жүрдім. Ағаштардың арасына кіріп отырдым. Сағат түнгі 1-ден кетті. Бір кезде үйден адам шықты. Қашаға жақындап сыртқа шықты. Қыз балаға ұқсайды. Райхан, дедім ақырындап. Жалт қарады. Ағаштың арасынан шығып өзімді көрсеттім. Ай жап-жарық. Райхан анық көрініп тұр. Жарас, сен бұнда не істеп жүрсің, деді бетіме таңырқай қарап. Жай, дедім сөз таппай. Сен кешке бармадың ба? Бардым. Шұғыланы көрдің бе? Көрдім. Қазір әкемдер келеді. Ол әлі жоқ, деді ашулы дауыспен. Келер, дедім. Бірақ ол жақ ерте тарай қоймасын, ішім сезіп тұр. Сағат 12-де үйде бол деген әкем. Сағат 1-ден кетті деп жерді теуіп жіберді. Не істеуге болады? Мен не істейін, дедім. Бірақ ол жерден қызды суырып әкелмесім анық. Жүрші менімен, мен барып ертіп келейін. Жүр тез, деп жүгіре жөнелді. Артынан ілестім. Екеуміз бірге жүгіре басып, кеш болған үйге келдік. Жақындағанда мен Райханға шұғыла үйде болуы мүмкін, деп айтқам. Райхан бірден үйге қойып кетті. Мен қақпаның алдында тұрмын. Райхан үйден жалғыз оқша атылып шықты. Тіпті менің қасымнан жүгіріп өтіп кетті. Мен қуалап әрең жеттім. Дір-дір етіп үн жоқ, тез кетіп барады. Райхан, не болды саған, Райхан? Деп қолынан ұстап едім. Селк етіп шошып, көзі бақырайып, жасқа толып кетіпті. Маған қарап тоқтап қалды. Райхан, не болды? Деймін саған, Шұғылаға бірдеңе болды ма, дедім ақырын. Шұғыла, деп саусағын шошайтып көрсетіп, көздерінен жастары ағып жылап тұрды. Айтшы маған, не болды, Райхан? Болмаса мен қайта барам, дедім. Неше түрлі ойлар келіп, артқа бұрылып едім. Жоқ, барма, жоқ, деп білегімнен тартты. Не болды? Неге Шұғыланы ертіп шықпадың, дегенімде. Райкош, деген Шұғыланың даусын естідім. Артыма қарасам, Шұғыла тұр. Екі қолы қапсырып алған, сәл бүкірейіп, түрі сұрланып кеткен. Қасында Талғат, ол да басы салбырап, адамға қарамайды. Раксос, деді Талғат жақындап. Ракос, сен білесің ғой? Шу, деп ақылық deyip тоқтап қалды. Шұғыла үйге жүр, болмаса Талғатпен кет, деді Райхан. Шұғыла Райханды құшақтап алды. Райхан итеріп құшағынан ажырап үйіне қарай беттеді. Шұғыла жылаған күйі қалды. Талғат құшақтап тұр. Мен Райханның артынан ердім. Ол сөйлемеген бойы үйіне кіріп кетті. Екінші түнді көз ілмей таң атырдым. Райханның домалаған жастары, мұңды көзі, шарасыз кейпі көз алдымда тұрып алды. Ертеңіне әпкем түскі асқа келгенде масқара, Талғат үйленіпті, енді ғана 17-ге толып, анау Шұғыланы түнде алып қашып кетіпті. Конторда айқай-шу, Шұғыланың әкесі участковойдың алдынан кетпейді, қырып жойып сотқа берем деп жатыр, деді, бетін шымшып. Шұғыла мектепті алтынға бітірген қыз емес пе, деді жездем. Иә, сол қыз, білімге құмар, қабілетті қыз деп естідім, деді әпкем. Сен түнде қайда болдың, деді маған жалт қарап. Мен солармен болдым. Ойбай, сен не істеп жүрсің олармен? Бірге болғанда болмадым. Ой, болдым, сосын кетіп қалдым, дедім. Не айтқанымды өзім ұқпай, әпкем мен жездем де түсінбей қарап отыр. Мен бардым, біраз болдым, сосын ешкімді танымаған соң кетіп қалдым, дедім нақтылап. Ойым Райханда, ол қыз не көрінді? Неге әпкесіне Талғатпен кет деді деп ойлап отырмын. Әпкем бірталай ақыл айтып, бажылдап отыр. Ертең сот болса ештеме көрмедім де, бармадым де, неге бардың сол Талғаттың үйіне? Мен сені басқа ешқайда жібермеймін. Екеу де кәмелетке толмаған ақымақтар. Отбасын құру ойыншық па, деген сөздерді тоқтамай айта берді. Бір апта бойы күнде Талғат пен Шұғыланың әңгімесі болды. Бір аптадан соң басылды. 10 күн өткен соң екі жас ауылға келді деп тағы әпкем айтты. 1,5 ай өткен соң тамыздың аяғында Талғат пен Шұғыланың тойы болды. Ауылдың асханасында атқарды. Әпкем мен жездем барып келді. Бақытты болсын, бұл енді махаббат қой, тек қызға обал болды, енді Талғаттар оқытса жақсы болар еді, деп айтып отырды. Қыркүйек басталды. Көшеден Райханды байқап жүрмін. Мектепке барып жүр, өзімше ойлап қоямын. Ең құрығанда сенің арманың орындалды. Мектепті толық аяқтайтын болдың, деп қоям. Жолығудың еш ретін таппадым. Райханның әкесі бір өшін содан алып жүргендей тырп еткізбейді.
мектепке шығарып салып қарсы алып жүргені. Шұғыланың әкесі қатал адам көрінеді дедім жездеме. Туған әкесі емес деді салмақты дауыспен. Шұғыланы асырап алған ба? Анасына еріп келген. Райхан өз қызы деді жездем басын көтеріп солардың үй жағына қарап. Әкелердің мінезі шатақ, осы екі қызы бар, соған қанағат болмайды, өте қатал ұстайды. Анау әйелдің сабағанда итше тепкілейді. Қыздары сабақ деп бас көтермей оқиды. Шұғыла озат, білімді, қабілетті болса да, үйде әкеден мейірім көрмеді. Жанына жақын қамқор адам іздеді. Ол сүйген адамын бақыт деп санады. Содан мейірім көріп, соның етегін ұстап кетті деп күрсінді. Райхан да жақсы оқиды екен ғой дедім. Жақсы оқымасқа амалы жоқ. Райхан 4 алып қалса, әкесі анасын аямайды екен. Райханға тиіспейді, тек анасын жазалайды екен деп естігем. Бұрын Райхан үшін Шұғыланы жазалаған деді. Ашуым келді. Не деген санасыз, қатыгез әке, орнына қоятын адам жоқ па дедім. Отбасылық мәселе кім араласады? Әйелі шағымданса, жөн басқа, әйелі үндемейді. Бейшара, байсыз тапқан қызы үшін қынжылады. Ұл таппадым деп өзін кінәлі санайды. Енді міне үлкен қызы қашып кетті. Оған да өзін кінәлі санайды. Не айтуға болады деп араласып. Не деп араласасың деді. Ауылда үлкендер бар ғой, солар талқыға салсын дедім. Балдыз, айтуға оңай, көнетін адам бар, көнбейтін де адам бар. Әйелі олардың бәрін жасап көрген. Көршілері учаскеге айтып, қаматқанда, шыққан соң одан зорғысын көрсеткен. Үлкен қызға әкесінің құны қалғандай өш, деді терең күрсініп. Ауыл мәдениеті болғанмен, мынандай отбасы барына таң қалдым. Райханмен сол бойы тілдесе алмадым. Әкесі бір адым шығармады. Қасында көлеңке болып жүрді. Тіпті мектептің алдында күтіп тұратын болды. Жұмысқа қойып тек қызын бақылайды. Ішімдік ішпейді, сап-сау жүріп, миға кірмейтін қылық жасайды. Қазанның ортасында мен өз ауылыма кеттім. Содан әскер қатарына алынып 2 жыл борышымды өтедім. Ойымнан Райхан кетпеді. Хат жазудың да ыңғайын таппадым. Әкесі көріп сабап жүрер деп ойладым. Алматыға оқуға түсіп, Райханды кездестіріп қалам ба деп оқу орындарына барып іздеумен болдым. Таппадым. 1 жыл оқып, әпкем мен жездем бала асырап алып, сол баланың сүндет тойын жасап шақырған соң ауылға ұшқан құстай жетіп бардым. Той жақсы өтіп, ертеңіне жездеммен сөйлесіп отырып, ақырындап үміттеніп Райханды сұрадым. Жездем бетіме ойланып қарап отырды да, басы салбырап үнсіз қалды. Жезде, сіз не Райханды ұмытып қалдыңыз ба? Шұғыла, Райхан деген қыздар ше дедім. Білем, балдыз, білем, сол Райханның сенің жүрегіңнің түбінен орын алғанын да білем, деді мұңды дауыспен. Жүрегім сыздап кетті. Райханға не болды дедім, жауабынан қорқып тұрмын. Ол да жылу іздеп біреудің етегінен ұстап кетті ме демеші деп тұр жүрек. Жездем иығымнан ұстап көзіме тұра қарап, Райхан өмірде жоқ деді. Бұл сөзді естіп тұрсам да, әлде түсінбедім бе, әлде ұғынғым келмеді ме, жездеме тесіліп қарап, сөз таппай қалдым. Райхан сондай жанашыр ақылды қыз, өз өмірін өзі қиды. Жәке кешірілмейтін күнә жасап, өз-өзіне қол салды деді. Қол салып өмірде жоқ? Жезде, не деп кеттіңіз дедім, түк түсінбей. Жәке-ау түсінші, Райхан жоқ деді нақты қатты дауыспен. Орнымнан ұшып тұрып едім, шап беріп қайта отырғызды. Тыныштал, тыңда. Райхан осыдан 1 жыл бұрын маусым айында аттестатын, медалын алып үйіне әке-шешесімен келіп, бәрі бірге бөлмелеріне кіріп жатқан. Таңертең анасы оятуға кірсе, төсегіне асылып қапты. Не болғанын ешкім ештеңе білмейді. Анасы сол жерде есінен танған. 1 жыл өткенде әрең өз-өзіне келді. Әкесі өзенге ағып өлем деп неше мәрте ақты. Ауыл адамдары аман шығарып алады. Неше мәрте асылды. Біресе жібі үзіледі, біресе ағашы сынды. Уксус, дәрі де ішіпті. Әйтеуір біреу барып қалып құтқарып алады. Күре тамырында кесіп көрді. Ажалы жоқ. Қазір жүйке аурулар емханасында. Шұғыла анасын өз қолына алды. Кішкентай ұлы бар. Биыл аудандағы педколлежге оқуға тапсырыпты, деді терең күрсініп. Аяғымның астынан жер кетіп қалғандай болды.
Ауа жетпей жүрегім қысылып кетті. Сыртқа шығып Райханның көшесіне өттім. Кеш батып қалыпты. Ағаштардың арасына кіріп не ойларымды білмей тұрып қалдым. Неге мен өз сезімімді білдірмедім? Бірақ Райхан тым жас болды ғой. Неге әскерден соң келмедім? Неге тағы бір рет жолықпадым? Мүмкін Райхан сенер, сүйенер жан жолықтырмаған болар. Мүмкін ол мені ұнатар ма еді? Неге жап-жас өміріңді қидың? Неге мына дүниеге сыймай кеттің деп Райханның үйіне қарап отырып таң атырдым. Райханның үйінің жарығы жанбады. Бұл ауылдан кетуге асықтым. Кеше келерде қанат бітіп ұшып келгендей болып едім. Енді бір жүк басып жүре алмаған арбаға ұқсап, автобус баяу қозғалатындай. Ешқайда ешкімге қарағым келмей отырмын. Жарас, бұл сенбісің деген дауысқа басымды көтеріп қарасам Шұғыла екен. Мұңды көзімен бетіме қарай ойланып тұр. Шұғыла деп орнымнан тұрып қол беріп амандастым. Жаныма отырып ойлы көздерімен тесіле қарап, сосын жерге қарады. Ракостан айырылып қалыпсың ғой, Шұғыла дедім зілді дауыспен. Шұғыла аузын басып жылап жіберді. Жаны жаннатта болсын деп едім, тіптен солқылдап жылады. Тыныш болды, өтті кетті. Енді сен өз-өзіңе бекем бол дедім. Шұғыла ұзақ үнсіз жылады. Аудан орталығына келгенде автобустан қатарласа шықтық. Бір оңаша жерде сөйлесе аламыз ба дедім. Шұғыла басын изеді. Шағын кафеге кіріп оңашалау жерге отырдық. Біраз үнсіз отырып, не сұрарымды да білмей отыр едім. Шұғыла өзі. Айырылып қалдым, қатты өкінемін. Менің жасаған қателігім сіңіліме бәле болып жабысты. Мен өз басымның бостандығын ойлап, артымдағы анам мен сіңілімді ойламаппын, деді егіліп жылап. Сол кеште мен үлкен қателік жасадым. Мен ойланбастан Талғатпен болдым. Райхан үстімнен түсті. Мен өз сүйгеніммен қол ұстасып кете бардым. Оқуды да ойламадым. Әкемнен құтылғаныма мәз болдым. Ал Райханның арманы басқа еді. Екеуміз бірге Алматыға оқуға түссек, бірге жүрсек, ата-анам уайымдамайды. Ол колледжге түсем деп армандаған. Тек анамды қимай кейде айнып та жүрген. Мен ақымақ, байға тисем бәрі шешіледі. Әкем күйеу баласын көріп басылады. Босқа анама тиіспейді деп ойлағам. Бәрі керісінше болды. Әкем бар өшін Райханнан алды. Оның миын жеді. Мектеп бітіріп сен де байға қаш деп күнде тиісті. Алматыға жібермеді. Сол жақта бұзыласың деп қақсай берді. Анамның шалыс басып мені өмірге әкелгені екеумізге де күйе болып жағылып тұрды. Қанша тырыссақ та әкем сенбеді. Қаншықтан тек қаншықтар туылады, қандарыңда бар дей берді. Мені үйге жолатпады. Талғатты тіпті де адам көрмеді. Шұғыла қызым болмаған, сен маған ешкім емессің деп бетін қайтарды. 2 жыл Райхан мен анама көрсетпегені жоқ екен. Олар ешкімге айтпаған, қорыққан. Ақыры Райхан өзі сондай шешім қабылдапты. Мен оны білмедім. Сол күні күндіз біз келіп құттықтағанда, әпке мен бәрінен құтылдым, мен шешім қабылдадым. Тек сен уайымдама, ренжіме деген еді. Оның қандай шешім қабылдағанын, неден құтылдым деп тұрғанын мен ақымақ қайдан білейін? Сені қолдаймын, сен маған қарағанда ақылдысың деппін, деді Шұғыла жылап. Айтарға сөз таппай тілімді жұтып, сілейіп отырмын. Бірде әңгімелескенімізде Райхан сен туралы айтқан еді. Алматыда Жарасты жолықтыра ма екенмін деп өзі күлген, мені ұмытып қалған болар деп өз арманын өзі өшірген, деді күрсініп. Кеңірдегіме өксік тығылып, жүрегім қақ айырылғандай болды. Мен ұмытпадым ғой, ұмытпадым, тек келуге сескендім. Оны Алматыда іздедім, дедім іштей. Жарас, сен жақсы адамсың. Райханды ұмытпағаныңды да сезіп отырмын. Бірақ енді сен Райханды ұмыт, жүрегіңнен алып таста. Басқа жанға орын босат, сүй, ғашық бол, отбасын құр, деді де өз орнынан тұрып, қош аман бол, деді. Шұғыла ұзап кетіп барады. Мен отырмын. Жүректен суырып алып таста оңай болса ғой, ол оңай бола қоймас, дедім. Оңай болмады. Көп жыл жүрегімді ешкімге аша алмадым. 3 мәрте үйлендім. Сәл кекілжің болса бірден айырылыстым. Балалардың жүйкесін тоздырғаннан қорықтым. 3 мәрте үйленсем де өзім бала сүйгеннен қаштым. Әбден қартайғанда
бірінші әйеліммен қайта қосылып, 42 жасымда ұлды болдым. Райханның өмірі маған жүрегіме жазылмайтын жара болып қалды. Мейірімсіз, қатыгез әке болғаннан шошыдым. Үрімдей жап-жас қыз өз өмірін оп-оңай қия салуына қандай күш итермеледі. Сонда мына өмірдің түңілуіне туған әкесі итермелеп жүргенін қалай білмеді? Баласы өз отбасынан құтылудың амалын іздеді. Бұл не деген сұмдық жағдай ғой. Осынша жыл бірталай жасқа келсем де менің миыма кірмейді, түсінбеймін. Айналайын-ау, жарыңа сенбесең, жақсы көрмесең неге қинайсың? Өзіңді және қатын бала-шағаңды неге азаптайсың? Бөлек кет. Өзің қаншалықты өмір сүр, азаптама, қинама басқаны. Жоқ, олай жасамайды. Жабысып алып бүкіл күшін сүлікше сорып, сол бала-шағасының үрейінен ләззат алады. Соларға бақырып жүріп, өзі керек емес энергиясын шығарып рахаттанады. Өкінішке орай, сондай әйелде еркекте баршылық. Баланың, әйелдің қиналғанынан рахат алу кімге опа берер дейсің? Адам тағылығы тағдыр жұты деген осы.